Құрметті қыздар, көпшіліктің сұраулары бойынша біз мынандай сарафанды қалай пішуін көрсетемін, секреттерін мұқият соңына шейін қарасаңыздар, барлық секреттерін үйреніп аласыздар. Өте түсінікті. Бұл жерде ешқандай формула бізге керек емес. Мінекей қарасаңыз, сарафанның фасонын көрсетемін сіздерге. Сызып сарафанымыз өтішкісі принцесса сияқты болып келеді. Мерде лямкасы бар. Міне етегін одношовный, двухшовный, солнце клеш қылсаңыздар да болады. Міне осы сарафанды қазір біз сіздерге пішіп үйретеміз. Мінекей ол үшін біз бірінші ДПС дегеніміз иықтан белге шейінгі ұзындығын аламыз. Перед деген сөз ол алдыңғы жағын аламыз. Ол үшін мына жоғар жақтан қойып, біз 42 сантиметрімізді белгілейміз. Бұл жерге біз 2 сантиметр тігіске запасқа қосамыз. Сонда осы жер болып тұр. Енді сызып аламын бұны. Мына жерге, мынау длина перед деген жазып аламын. Бұл 42 сантиметрге тігісіне 2 сантиметр қостық. Мына соңына шейін болып тұр. Ендігі неміз, мына бастапқы точкадан, мына мойыннан бастаймыз. 17, мына көріп тұрсаңыз 17 сантиметр. Осыны ойман бөлмейміз. Бейтіп 17-nin үстіне қойып, жоғар жақтан саламыз. Міне белгілеп алдық. Төмен қарай кез келген адамның мойны 8 сантиметр болады. Бұл да тұрақты берілген сан. Міне қосып алдық. Мерге жазып қоям. 17-ні бөліп салдық. Мына жерді тұрақты бізде 8 сантиметр. Міне мойны шықты. Енді біз иығын аламыз. Иығымыз 12 сантиметр. Мына жерден 12-ні қойып, бүйтіп точкамен белгілеп аламыз. Мына жерден біз 4 сантиметрімізді алып аламыз. Міне қараңыздар, мына жерден 4 болып тұр. Енді линейкамен бұны қосып аламыз. Міне сөйтіп, мына жерде біз 4 өлшедік. Сантиметр бұлай. Енді біздің мына жерменен, мына иықтың қасы 12 сантиметр шипы болды. Ширина, плеч деген сөз. Міне плечо. Енді біз көкіректі табу керек. Біз 46 сантиметрді салатын жерімізді. Ол үшін біз мына иықтан бастап 18 сантиметр аламыз. Міне 18-іміз. Енді 18-ді мұнияқтан да белгілеп алсақ болады. Тізу сызу үшін. Ой, хорошо. Тура 18-ді алдық. Мен қата өлшеппін. Мына 18-ді тура түзу пішу үшін менде мұнияқта мына 23 алып, негізі мынандай линейканы алып, осының 90 сантиметрлік болып тұрса, о да жақсы. Енді осыны сызып аламын бейтіп. Сызып алдым. Осы бізге мына жерде мен енді 18 салдым, көрдіңіздер. Бұлай қарай. Мына жерге шейін салынды. Мына жерді біз көкірек айналасы дейміз. Оғыны оғыға 3-ті қосамыз. Бірінші қосамыз 3-ті. Сөйтіп 2-ке бөлеміз. Сонда оғымыз біздің 46. 46-ға 3 қосамыз. Бұл 3 біздің емшегімізге қосылады. Қосып болғаннан кейін сантиметрді бүктеп саламыз. Мені қазір көрсетемін.
46'ны таптым. Міне 46 бүйтіп әкеп қойдым. Енді 3 қосамыз. 46, 47, 48, 49 болады, 3-ті қосқанда. Енді бұны осылай бүктеп, мына жерге саламыз. Міне салдық. Өте әдемі болып тұр. Енді біз мына иықтан төмен қарай сызамыз. Параллельно сызуымыз керек. Енді екеуінің ортасын аламыз. Бұл жерде шығысы деп атайды. Ширина грудь. Ширина грудіміз біздің 35. 35-ті 2-ге бөліп саламыз. Міне сантиметрден көрсетейін. Міне 35. 35-ті осылай үстіне қойып, осы жерге сап көреміз әзір. Міне салған кезде бізге ішке қарай кірді. Енді линейкаман осы 35 сантиметрімізді қосамыз. Қостық. Төмен қарай перпендикуляр тіке түзу түсіреміз. Енді мына араға шықтықтан 3 сантиметр аламыз. Мінекей 3-ті көрсетейін. Мына жерге келді 3-іміз. Енді мына осы шығысыдан бастап біз бүйтіп қосамыз. Міне біздің проймамыз шықты. Қазір бұл пройманы біз бұлай сызып, әдемелеп, сәндеп қоямыз. Енді біз ұзындықты алдық. Бұл жерді енді бізге бұны оты деп атайды. Белі оты. Отымыз біздің 39. Бұны 2-ге бөліп саламыз. Міне сантиметрден көрсетейін. 39 міне 39-ның үстіне қойып, тура осылай саламыз. Міне белгілеп алдым. Енді бізде выточкасы бар. Выточкаға 3 сантиметрді қосамыз. Ол міне жерге келді. Енді осы точкаларды қосып аламыз. Қосып алдық. 1 сантиметр запас қоямыз. Ол осы жерден болады. Міне 1 сантиметр запасымыз. Қарап тұрсаңыз түпнұсқаны шығардық. Енді біз выточкасын салуымыз керек. Выточканы әр уақытта мына төбеден, бұрыштан саламыз. Менікі 26, мына жер болып тұр. 44, 42, 48-ге шейін 10 сантиметрден алсақ болады. Одан ары қарай біз 11 сантиметрден аламыз. Міне менікі біраз жылжыды бері қарай. Енді осыны төмен қарай түсіреміз, параллельный қылып. Мына 3 сантиметрімізді, мінерде плюс 3 болған. Осы 3-ті 1,5-1,5-нан сондай көлемде алып тастаймыз. Қазір сіздерге көрсетейін 3-ті қалай алынғанын. Міне сәл кішілеу болып тұр екен. Осы арада болды. Енді біз осыны бір-біріне қосамыз. Міне. Бұлай қостық. Астыңғы выточкасы шықты. Енді қолтық астынан 7 сантиметрдей түсіріп, осы жерден де қолтық асты выточканы саламыз. Мына емшектің ұшына қарай салуымыз керек. Бұның аралары 2-2 сантиметрден болу керек. Міне өлшеп көрсетейін. Міне 2 мына шеттен, 2 мына шетінен болып тұр. Енді бұны қосамыз емшектің ұшына. Нүктемізге қостық. Қарап тұрсаңыз, осындай әдемі выточка шықты. Бұл сіздерге кәдімгі лекалдың түп нұсқасы. Енді сіздерге сарафанды қалай жасауын көрсетемін. Ол үшін біз
мына алдынан, мына емшектің тұсынан бір 6 сантиметрдей көтереміз. Одан да жоғары көтерем десеңіз өз еркілеріңіз. Мен 6 көтеріп отырмын. Мінекей, мына тұстан сен паузаға қоя тұршы қазір. Мен әзір сарафанды қызыл сызықпен сызамын. Мына осы көкіректің точкасынан 6 сантиметр аламыз. Мына жерден 2 сантиметр белгілейміз. Сөйтіп, мұны осы яқа қосамыз бүйтіп. Міне қосып алдық. Енді мына алдының ашықтығы. Бұл ашықтығын сіздер өз еріктілеріңіз қатты ашық қылам десеңіз де, мен 22 алдым. 22 мінерге келді. Осыны мінеға қосамын. Міне. Сарафанымның несі болды. Ендігі бізге осының мына жағына қосамыз. Айтам қанша сантиметр екенін. Міне көрсеңіз 4 сантиметрдей алдым. Бұны мына выточкаға қосып аламын. Міне выточкаға қосып алдым. Енді мына жағында тура сондай 6 алып аламыз. 6 үлкен болады екен. Негізі 4-те 4 ала берсек болады екен. Міне, енді осыны мінеға қосамыз мына выточкаға. Міне қостық. Қазір осы выточкаларымызды қалай кесіп ашып салу керек. Секреттерінің бәрі осы жерде болып тұр бізде. Енді кесіп көрсетемін. Кескен кезде қыздар, мынау ненің бәрі бізде қалу керек. Сызығымыз тура қалып тұру керек бізде. Бірінші біз түп нұсқаны кесіп аламыз. Түп нұсқа деген лекалымызды кесіп дайындап аламыз. Міне түп нұсқа дайындалды. Енді осы түп нұсқаны біз мына жағын кесіп тастаймыз. Мына жерден мен қолтық астынан 2 сантиметр алғамын. Көрсеңіз осы қызыл сызық қалып тұру керек бізде. Мына жақтың ашықтығы өзіңізге байланысты ала бересіз. Міне, енді біз осыны кесеміз. Мына выточкамызды кесіп алып тастаймыз. Міне, бүйтіп кестік. Мына выточканы да алып тастаймыз. Бізге қажеті жоқ. Енді біз мына жерді кестік. Енді бұны 1 сантиметрдей бұлай қосуымыз керек. Міне, 1 сантиметрге жылжыттым. Мынау артық жайын алып тастауға болады бізге. Деп қырқып алып тастаймыз. Бұл жерде скотчтап тастаймын. Қазір скотчтап аламыз. Бұны қазір көрсетемін, қалай скотчтау керек екен. Екінші, бізге мына выточкада қажет емес. Міне мен мына жерді жауып, бүйтіп 1 сантиметр жабасыз да, мен скотчтап қойдым, ажырамайтын қылып. Енді біз мына выточканы
қырқып бұл бізге енді қажет емес. Бұны да осылай жауып тастаймыз. Міне екі-екіден. Бізде мынау шоп, мына шоптың үстіне келу керек. Міне келтіріп қойдым. Скотчтап тастаймын. Қазір бұны да. Мінекей скотчым. Қазір. Міне қыздар, көрсеңіздер өте оңай салынды. Бүйтіп қарасақ, көрдіңіз, мына жер ашылып тұр. Бұл бізде бүйтіп тігіледі. Мына жақ тігіледі. Сонда мына выточканың орнын мынау ашып тұр төбе. А төбені біз мына көбінесе сарафан тіккенде алды қалталанып кетеді. Енді бұл өте тартылып, әдемі болып тұрады. Мына кішкентай артық жайды, міне көрініп тұрған. Бұны сәл бүйтіп ойыңқырап алып тастаймыз. Тура осылай болып тұр. Енді бұның жоғары жағын мен сізге көрсетемін. Жоғары жағында мынанша мата қалған бізде, міне көрсеңіз. Осы жерден біз лямка дайындауымызға болады. Ұзындығын тура білетін боламыз осы жерден. Мінекей ұзындау осылай етіп, біздің сарафан лямкамыздың пішімі шықты. Көрсеңіздер қандай оңай, мұқият, соңына шейін қараңыздар. Ол үшін сіздер өте основа, жаңағы лекалды дайындап үйреніп алсаңыз, ары қарай моделирование деген өте жеңіл. Мінекей сұрақтарыңыз болса астына жазып жіберсеңіздер, мен сіздерге қайта түсіндіруге әрекет жасаймын.